Баршаңызға ассаляму алейкум. Бүгін біз өте дәмді шоколадный пончики жасайтын боламыз. Ең біріншіден біз қамырымызды илеп аламыз. Жылы сүт, ертілген сары май, бір жұмыртқамызды қосып, барлығын араластырып аламыз. Үстінен шым тұз, қант, құрғақ қашыттығымызды салып, тағы бір араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды қосып, қолымызбен илеп, духовкаға 20 градуста қойып алсаңыздар болады, ашқанға дейін, қамырымыз ашқанға дейін, немесе бетін жауып, жылы жерге қойсаңыздар болады. Ал қамырымыз ашқаннан кейін, дайын болғаннан кейін жайып аламыз. 3-4 сантиметр етіп. Ал оқтаумен жайып алғаннан кейін домалақ формамызды алып, сіздер кесе немесе домалақ пішіндес форма болса, сомен ойып алсаңыздар болады. Барлығын ойып алғаннан кейін бетін жауып көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Бір 10-20 минутқа жылы жерге. Оған дейін майымызды қыздырып аламыз. Осылай кондитерский насадканың көмегімен мен ортасын ойып алдым. Ал міне қамырымыз осындай пішіні болып көтерілгеннен кейін екі жағын қуырып аламыз. Енді үстіне шоколадный массамызды дайындаймыз. Шоколад пен сары майды араластырып, еріткеннен кейін суығанын күтіп, осылай видеодағыдай үстіне жағамыз. Пончиктарымыз дайын болды. Ас болсын. Кондитерский мешоктың ішіне сгущенканы салып, бетіне осылай жағып шыққан болатынмын.